келген. Круиздік саяхаттың тиімділігін айтып өтетін болсақ, сіз демаласыз, ал лайнер сізді бірнеше ел мен қалаларға алып баратын болады. Жүктеріңізге ешқандай алаңдамайсыз. Егер круиздік лайнермен емес, өзіміз былай қалаларды, мемлекеттер аралайтын болсақ, онда бір қаладан екінші қалаға жүру керек, ұшу керек, жүгімізді жеткізу керек дегендей көп шаруасы кетеді. Ал бұл лайнердің ішінде сіз бір рет кіресіз, қай қаладан кіресіз? Мысалға, Стамбулдан круиздік лайнерге отырдыңыз ба, сол жақтан отырасыз, сізге 3 мемлекет, 5-6 қаласын аралатады, жүреді. Лайнерде сіздің жүгіңізді тұрады, жүретін транспортыңызда, ұшатын ұшағыңызда, тұратын үйіңізде, қонақ үйіңізде барлығы да осы лайнердің ішінде болады. Ешқандай да жүгіңізге алаңдамайсыз. Зерігіп, ішіңіз пысып кетпейді. Лайнердің әр қабаты әр түрлі болып келеді. Саяхаттың қызықты әрі керемет болуына кепілдік береміз. Не үшін әр қабаты әр түрлі деп тұрмын? Ол деген ойын алаңынан бөлек, бұл жерде тіпті музыканың өзі әр түрлі. Қалай? Музыка сізде бірінші қабатта 90 жылдың музыкасы айтылып жатса, екінші қабатқа барсаңыз сізде рок музыка айтылады. Үшінші қабатқа барсаңыз қазіргі заманғы музыкалар айтылады. Яғни әр 21 қабат па, 21 қабаты әр түрлі. Сіз әр күніңізді әр қабатта әдемі қылдырып өткізу мүмкіндігіңіз бар. Балаларға арналған балабақша, күтушілер, аниматорлары бар. Барлығы қарастырылған. Сіз отбасыңызбен баратын болсаңыз, сіздің балаңыздың қамтамасыздығы үшін барлығы келеді. Сіз лайнерге отыратын уақытта балаңызды суретке түсіріп алады және қолына браслет тағады. Осы браслеттің ішінде, ол жай ғана браслет емес, сол браслетте сіздің балаңыздың жайлы ақпарат, қай аты жөні кім, қай бөлмеде тұрады, ата-анасы кім, барлығы жазылған, айтылған. Міне осы браслет арқылы сіздің балаңыз қай жерде жүр, не істеп жатыр, соның барлығын біліп отыра алады.